тәжірибесін жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: стақан, су, балауыз шам. Тәрелкеге суды құямыз. Мен тиын салайын. Көріп тұрмыз, тиынды салайын. Осы тиынды алуым үшін қолым су болады, тиынды алатын болсам. Енді қазір бұны қолым су болмай тиынды алу үшін не істейміз? Шамды жағып, осы судың үстіне қоямын. Енді оны стақанмен жабамыз. Су тартылып жатыр. Неге көрдік па, балалар, ішіндегі шам сөнгеннен кейін бұл стақанның ішіндегі ауа салқындайды. Сөйтіп ауа салқындағаннан кейін қысым төмендеп, міне су банкіге қарай көтерілді. Неге көрдік па, балалар, су ішіндегі тартылып қалды. Тиынды енді мен ала аламын. Енді стақанды жоғарыға көтерсек, су қайтадан орнына келеді. Қазір ауаның күші тақырыбына тәжірибе жасайтын боламыз. Ол үшін бізге стақан, ыдыс, сосын су қажет және қағаз. Енді қазір мен қараймыз, қағазымыз біздің қандай, ешқандай су тимеген, құрғақ. Осыны мен стақанның ішіне саламын. Неге құп-құрғақ, стақанның ішінде де су жоқ. Құрғақ. Енді суды мына ыдысқа толтырып құятын боламын қазір. Енді қазір мына стақанды осы суға батырамын. Су бар ішінде. Ал енді стақанымызды аламыз. Ішінде қағаз. Құрғақ, ешқандай су тимеген. Қалай ойлайсыңдар, неге су тиген жоқ? Себебі арыстан алысырақ, себебі оның ішінде ауа. Дұрыс айтады, себебі бұның ішінде ауа бар. Ауа судың ішке кіруіне кедергі жасап тұрады. Жапырақтың тыныс алуына тәжірибе жасайтын боламыз, тыныс алу тақырыбына. Ол үшін бізге су құйылған мөлдір ыдыс және жаңадан жылынған осындай жапырақ және шам қажет. Қазір біз судың ішіне осы жылынған жапырақтарды салатын боламыз. Үстін қасықпен бастырып қоямыз. Не көрінер ма, балалар, өсімдікте фотосинтез жүрген кезде осылай оттегі бөлініп шығарады. Ол оттегі мынандай көпіршек түрінде көрінеді екен. Оны шаммен жағу арқылы көруге болады. Балалар, мынау не? Бор қандай қазбаға жатады? Кенсіз пайдалы қазбаларға. Енді қазір кенсіз пайдалы қазба бор суда ерей ме, ерімей ме? Соны білу үшін тәжірибе жасайтын боламыз. Күнделікті қолданып және су қажет. Оның ішіне суды құямыз. Қараймыз енді. Бор не істеді? Еріп жатыр ма бұл? Сарғайып жатыр. Бор ерімейді екен, Осы анда бор еріп жатыр ма? Жоқ. Сонда балалар, бор суда ерімейді. Ол тек қана ұсақ-ұсақ бөлшектерге айналады екен. Айдағы кратерлерді зерттейтін боламыз. Бізге ол үшін ұн керек және какао, сосын шарик керек. Кратер деген екен білеміз ба? Кратер дегеніміз не ол? Ойықтарды айтамыз. Енді мына жерге тәрелкемізге ұнды салып, бұл міне айдың балалар деп елестетейік, қолданымыз айдың беткі қабаты деп. Оның бетіне жәйменде какаоны сеуіп қояйық. Бұл осы айдың бетіндегі тозаң. Әртүрлі шариктерді үстіне лақтырып көрейік. Бұны метеорит деп ойлайық, метеориттер. Не байқадық? Дыбыс шықпайды. Ал сосын тағы доп түсіп жатқанда не болып? Сосын тұрып қалды. Бетіне лақтырып жатқан кезде не байқадық? Астында дөңгелектің астында шариктердің ізі қалып жатыр. Бұл осы жаңа біздің айтып отырғанымыз айдағы кратерлер. Яғни айда не жоқ? Атмосфера жоқ. Атмосфера жоқ болғандықтан метеориттер емін-еркін құлайды да сол жерден осындай ойықтар, яғни кратерлер пайда болады екен. Қандай? Мұздай. Қатты. Не қарайды, мынау бөлме температурасында су, мынау біздің мұзымыз, және мынау қайнап тұрған су. Ал не көрдік? Бу көрдік. Сонда балалар, судың үш күйі болады екен. Қандай? Қатты,
Suyu. Suyu, so'sin u.